Тау, қаңбақ және бүркіт. Бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетеді. Мұны биіктен көріп тұрған тау: қаңбағым, қайдан жүрсің? Неге келдің? Деп сұрайды. Қаңбақ тұрып: 6 батпан ауырды көтерген алып едім. 7 қабат жер астынан шықтым. Алып деген атағыңды естіп, алсу үшін әдейі іздеп келдім дейді. Тау бұған жымыңдап күледі. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып шығады. Аспаннан қайта жерге келіп, ары-бері аунатады. Ойға, қырға домалатады. Ақыры өлдім талдым дегенде бір шоқ тобылғының басына іліп, жайына кетеді. Қаны қашып, қабағы түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт ұшып келеді. Ол: қаңбағым, не ғып жатырсың? Деді. 6 батпан ауырды арқалаған едім. 7 қабат жер астынан шығып, алып атын естіген таумен әдейі келіп алысып едім. 7 күн дегенде әрең жығып, желкесінен басып жатырмын, дейді қаңбақ. Болса болар, дейді бүркіт те оған күле қарап. Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің. Әлбетте, дейді қаңбақ. Одан басқа қолайлы жер болмаған соң, тобылғысынан ұстап жатқаным ғой. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тағы да дедектете жөнеледі. Бүркіт тұрып: батыр, қайда барасың тауды тастап? Ол орнынан тұрып кетпей ме? Дейді. Уақай емес, бүркітім. Алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар. Соларға жетуге асығып барамын, деуге ғана шамасы келеді қаңбақтың. Міне, осылай қаңбақ құйынмен бірге құлдырап ұшып кете барады. Артында күліп бүркіт пен тау қалады.